Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Алтындай уақытты бөлгендеріңізге, алтын доп арнасын көргендеріңізге алғыс айтамыз. Ал біз алтындай сіздердей достар үшін еңбек етуден шаршамаймыз. Бүгін тағы да тамаша футбол жаңалықтарын дайындадық. Олай болса, сіздер бізді білесіздер. Біз әдептен озбаймыз, көп созбаймыз. Бастаймыз, кеттік. Марко Асенсио деген Реал Мадридтің өте бір мықты ойыншысы бар, және де дәл осы Марко Асенсио Реал Мадридпен келісім шартты созбаймын деп шешім қабылдаған екен. Себебі Марко Асенсиоға Реал Мадрид Марко Асенсионың көңілінен шығатын келісім шарт ұсынған жоқ деп хабарлайды АЕС басылымы. Ал енді Реал Мадридта да Асенсио бізде қалу керек деген нақты мақсат жоқ, сатамыз деп шешім қабылдаған. Марко Асенсионы алғысы келген клуб болса 35 миллион евродан төмен ақшамен келмесін деген хабарлама қалдырған екен Реал Мадрид клубы. Ал енді осы Асенсиоға қызығып отырған топ клубтардың бірі қазіргі таңда ол италиялық Милан клубы. Ал Реал Мадрид клубы жартылай қорғаушының орнын әлбетте босатпайды. Баварияның жартылай қорғаушысы Серджо Гнабри атты мықты ойыншыға Реал Мадрид көз тігіп отыр. Бұның алдында Ливерпуль мен Бавария Мане мен Гнабриді айырбас жасайды деген ақпараттарда шыққан болатын. Бірақ ортаға Реал Мадрид қосылды. Реал Мадрид Гнабриді өзінің қатарында көргісі келеді. Ал Бавария болса Гнабриді ешқайда да жібергісі келмейді. Гнабриға үлкен сенім артады. Дәл қазір Гнабриді трансфер маркет порталы 70 миллион евроға бағалап отыр. Роберт Левандовскийдің Баварияға деген өкпесі қара қазандай. Неге десеңіздер, Баварияның басшыларының нақты шешім қабылдай алмайтыны Левандовскийді күйдіріп жатыр. Не бар демейді, не жоқ демейді. Нақты шешім айтпайды. Роберт Левандовскийді сатқысы да келмейді, және де онымен келісім шартты ұзартқысы да келмейді. Осыдан кейін Левандовскийдің Бавариядан көңілі қалып жатыр. Және де Холланд үшін Бавария соңына дейін күрескен болатын. Ал Холландтың агенті біз Манчестер Ситиға кетеміз деп Баварияға хабарлама жіберген. Осының бәрін білген Роберт Левандовский енді Баварияның бір мүшесімін деп нақты айтқысы да келмейтін көрінеді. Германиялық Bild басылымының айтуынша. Ақпарат көздерінің айтуына сүйенетін болсақ, Бавариядан Левандовский осы маусымда осы жазғы трансферлік терезеде міндетті түрде кететін болады. Ал Барселонаның ерке баласы Дембеле Сельтаға қарсы өткен ойында да екі нәтижелі пас берді, голдық пас берді. Жалпы 12 ойында 16 голдық пас берді тастады. Ал 2022 жылы 9 голдық пас берді. Бұл топ 5 лигадағы ең үздік көрсеткіш. Ал Дембеленің өзін Барсада қалуға Хавидің өзі үгіттеп көрді. Ал енді Дембеле мен Дембеленің агенті мен Барсаның президенті Лапорта тағы да кездесіп көретін болады. Мен өзім Дембеленің Барсада қалғанын қалар едім. Манчестер Юнайтед клубы өздерінің скауттарына бір ғана, екі ғана нұсқа емес, 5-6-дан 10 шақтыдан керек десеңіздер нұсқалар табыңдар, себебі бізде таңдау көп болуы керек деген екен. Неге десеңіздер, Манчестер Юнайтедте чемпиондар лигасының зонасына ілінбей қауына байланысты, жалпы пандемияға байланысты, жалпы Манчестер Юнайтедте қазір қаржылай қиындықтар бар. Жаңадан келетін Эрик Тен Хагқа 120 миллион евро ғана бөлеміз деп отыр екен. Ойыншылар алуға оның 80 миллионына Френки де Йонгты алатын болса, ар жағында екінші ойыншыны ала алмай қалуы да мүмкін. Топ ойыншы 40 миллион евроға келмейтіні анық. Және де өздерінің 1-2 ойыншыларын сатып, сол сатқан ойыншылардың да ақшасын Эрик Тен Хагқа беретін болады. Ал Эрик Тен Хаг жақсы ойыншылар алу үшін таңдау көп болу керек. Сондықтан да Манчестер Юнайтед клубы қазір скауттарына өте көп ойыншы қарастырыңдар деген тапсырма берген екен. Ал достар, бүгін бізде бір жұмбақ айдары көпшіліктеріңіздің сұрауларыңыз бойынша. Бұл бір жұмбақ айдарын ең алғашқы болып дұрыс тапқан 5 адамды ғана келесі шығарылымға шығаратын боламыз. Соны естен шығармаңыздар достар. Ал достар, дайын болсаңыздар мен жұмбақты оқиын.
2007-2008 жылғы маусымда Чемпиондар лигасында ең алғашқы голын Динамо Киевқа салған атақты қорғаушы кім? Жауабын білсеңіздер, бірден комментарияға жаза отырыңыздар, ал біз ары қарай жылжимыз, себебі қызықтың бәрі алда, достар. Дортмундтық Боруссия өздерінің мықты шабуылшысы Холландты Ситиға сатқан болатын, бірақ орнын басатын Карим Адеми атты жас шабуылшыны бірден қатарларына қосты. Керек десеңіздер, бұнымен тоқтап қалмай, Челсидің шабуылшысы Тимо Вернерді да қатарларына қосқысы келеді. Бір шабуылшыны сатып, екі шабуылшыны қатарларына бірақ қосқылары келеді, және де екі шабуылшымен жұмыс жасағылары келеді. Карим Адеми және де Тимо Вернер. Бұл екі шабуылшыны дұрыс қолдана білсе, Бундеслиганы төңкеріп жібереді деп санайды. Ал Челсидің бас бапкері Томас Тухельге Тимо Вернер әлбетте керек емес. Челсидің жанкүйерлері де Тимо Вернерді көп сынайды. Ал Челсидің жаңа басшысы Тод Беллиға да Тимо Вернер өте қажет емес. Тимо Вернерді керісінше қазір сатып, ақша жасап қалғаны оған пайдалырақ. Ал Тимо Вернер болса Челсидан кетіп, Бундеслигаға барып қайтадан өзінің мансабын жақсы жаққа бұруына болады, голдарды топырлатып тұрып салуына болады. Ал Дортмундтық Боруссияның скауттары да, басшылары да, директоры да өте жақсы жұмыс жасайтынын бәріміз білеміз. Сондықтан да Тимо Вернер осы шешімді қабылдап, Дортмундтық Боруссияға қайтадан қосылса, жаман болмас еді деп ойлаймын. Парис Сен-Жермен клубы биылда құрамды жақсартуымыз керек деген шешімге келген, өзгертуіміз керек деген, әсіресе орталық қорғаушыларды ауыстыруымыз керек деген екен. Виналдумды сату керек, Паредасты сату керек, Эрераны сату керек, Погбаны алу керек, Савичті алу керек, Барелланы алу керек деген шешімдер қабылдаған. Бірақ Погба мен Савичқа келетін болсақ, ПСЖ ұтылып жатыр, олар басқа команда таңдауы мүмкін. Сондықтан да Парис Сен-Жермендіктер өзге жолмен жүріп көргісі келген екен. Қай жол десеңіздер, ол Реал Мадридтің Казимиросын қатарларына қосқысы келеді. Ал Реал Мадридтің президенті Перес бұған ойланып көрейік деген екен, себебі Казимироның орнын басатын жас талант Камавинга бар. Перес қазір Камавингаға толықтай сенеді. Ал Казимиро да корольдік клубта ойнауға әлі лайық, әлі күші бар, қартайған жоқ, мықты топ ойыншы. Бірақ дәл қазір осындай топ ойыншы болып тұрған кезінде ПСЖ Реал Мадридқа үлкен ақша ұсынғалы отыр. Сол ақшадан бас тартпай Казимироны сатып жіберуде мүмкін Флорентино Перес. Негізінде Реал Мадридтағы қара жұмыстың бәрін істейтін осы Казимиро болатын. Ал енді Парис Сен-Жерменға да дәл осындай бір ойыншы керегі анық. Ал енді бұл ақпаратты бізге жеткізген испаниялық марка басылымы. Бұл ақпараттың нақты шешімін жақын арада білетін боламыз. Жалпы бүгінгі жаңалықтарға қатысты ой пікірлеріңіз болса комментарияға жазып, бүгінгі жаңалықтар ұнаса лайк басып отырыңыздар. Тіркелмеген достар болса міндетті түрде арнамызға тіркеліп қоңыраушаны басуды да ұмытпаңыздар. Ал мен болсам сіздерге ертең ұсынатын жаңалықтарды іздеуге кірісейін. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін, қолдағандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз достар. Рахмет.